Жыртқыштардың ең үлкен өкілі аюлар туралы қызықты мәліметтерді оқи отырыңыз. Полиярлы аюдың максималды салмағы 725 килограммға жетеді. Бойының максималды ұзындығы 3-5 метр. Аюлар шамамен 30 жыл өмір сүреді. Қазіргі уақытта әлемде аюлардың 7 түрі қалды. Полиярлық аю, қоңыр аю, қара аю, көзілдірікті аю, салпы ерін аю, малай аюы, гималай аюы. Қоңыр, қара және гималай аюларының ерекшелігі қыс бойы аспанда қалың ұйқыға кетуі. Аюлардың осындай қалыпта 6 айдан астам уақыт тамақсыз, сусыз және тіпті дәретке бармай ақ өмір сүре алады. Түрлі аудандық қысқа ұйқы 75-тен 195 күнге дейін созылады. Ұйықтау кезінде аю дене салмағының жартысына дейін жоғалтады. Дегенмен барлық аю бірдей қыста ұйықтамайды. Мысалы, полияр аюы олай етпейді. Тек жүкті аюлар ұйықтайды. Сондай-ақ тропикалық желілердің тұрғындары ұйықтамайды. Мысалы, көзілдірік аюлар ұйықтайтын аюлар жүктіліктің жасырын кезеңі болады, яғни ұрықтандырылған жұмыртқа белгілі бір сәтті күтіп біраз уақыт дамымайды. Аюдың жүктілік дамуы ол ұйықтататын кейін басталады. Аюдың қонжығы қысқы ұйқы кезінде туады. Қонжық соқыр, саңырау және түс боп туады. Олар бірнеше ай бойы анасымен бірге апанда болады және сыртқы өсіп қалған кезінде шығады. Салпы ерін аю таңғажайып жануар. Олардың құмырсқа жегіштің құйрығына ұқсайтын ерекше құралы болады. Вакуумдық сорғы принципі бойынша жұмыс істейді және триметрмен құмырсқаларды ұстау үшін қызмет етеді. Қазір салпы ерін аюлар 10 мыңнан аспайды. Олар Үндістан мен Шри-Ланка ормандарын мекендейді. Аюлардың дене бітімі ауыр, ыңғайсыз, үлкен массаны сақтау үшін жүргенде жерді бүкіл табанымен басады. Бұл аюлардың еркін көтеріліп артқы аяқтарымен тұруына мүмкіндік береді. Аюлардың табандары тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Ұзындығы 10 см-ге дейін жететін қисық біткен тырнақтары оларға ағаштарға өрмелеуге және жер қазуға көмектеседі. Салмағы мен айтарлықтай үлкен дене бітіміне қарамастан аюлар тез жүгіреді және сағатына 50 шақырымға дейін жетеді. Иіс сезу өкілігі бойынша ақ аю барлық сүтқоректілерден асып түседі. Ол жалсын 30 шақырым қашықтықта, тіпті 1 метр мұз бен қардың астында да сезе алады. Аюлардың көпшілігі ет те, шөп те жей береді. Жыртқыш болғанына қарамастан, олар өсімдікпен қоректене алады. Ақ аю ғана тек етпен қоректенеді. Оның асқазанында ол бір уақытта 60 килограммға дейін ет сыяды. Барлық аюдың 2 қабат түгі болады. Біреуі судан қорғаса, екіншісі жылуы сақтауға көмектеседі. Олардың дене бітімі шомбал, басы үлкен, құлағы кішкентай, құйрығы қысқа, қалың жүнінен көрінбейді. Жүні бір түсті қоңыр қара не ақ, аяғы 5 саусақты тырнақты болады. Иіс сезу қабілеті жақсы жетілген. Қазір олардың ақ аю, ақтөсті аю, қоңыр аю, барибал ерінді аю, малай аюы,
көзілдірікті аю және үлкен панда деген 8 түрі кездеседі. Ақ аю солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік етеді. Оның дене тұрқы 3 метрдей, салмағы 400-700 килограммдай, суда өте жақсы жүзеді, сүңгиді. Табаны жүнді болғандықтан мұз үстінде таймайды. Итбалықпен әсіресе аюлар 30-40 жылдай тіршілік етеді. Буаз аю жеке жүреді, қыста үңгірінде жалғыз жатады. Күзге таман бойына 50 килограммға жуық май жинап, қатты семіреді де қысқа қарай ұйқыға кетеді. Егер қажетті май қорын жинай алмаса, ұйқыға жатпайды. Аю бағалы аң, ол майы және шипалық қасиеті бар. Өті үшін ауланады. Семіз аюдан 120 килограмм ет